12 ақпан сәрсенбінің сәтіндегі бағдарламамызды жалғастырамыз. Кезекті біздің телеарнаның студиясының қонағы бар. Ендеше қарсы алыңыздар, назарларыңызда кереметтей біздің мейманымыз Сәлиева Ақтоты Қорғанбай қызы. Қош келдіңіз эфирімізге. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы. Иә. Сәлиева Ақтоты Қорғанбай қызы қайдан келді деген сұрақтар туындап отырған шығар. Қандай маман деген сияқты қазір таныстырам. Жалпы Сақтаған Байышев атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының кітапханаларды дамыту бөлімінің меңгерушісі. Солай ғой, ендеше сізге көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі күніңіз сәттілікке толы болсын деймін. Ал енді әдемі сұхбат болады деген ойдамын. Әрбір келген қонақ біз үшін өте керемет ұдайы құдай қонақ. Сондықтан сізді әдемі сұрақтармен, яғни қазір мазалайым деп айтайын, бірақ керемет жауап болсын, Ендеше керемет бір сұрақ, бұл алда келе жатқан 14 ақпан халықаралық жалпы кітап сыйлау күніне қандай шаралар ұйымдастырылады сіздерде деген сұрақпен бастайық. Бұл халықаралық кітап сыйлау күніне Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы дәстүрлі түрде жылда кітапханаға кітап сыйла акциясын ұйымдастырады. Бұл акцияны тұрақты оқырмандарымыз әлбетте жаттап алды деуге болады. Бұл бізде жыл сайын өткізіліп отырады. Яғни жылма-жыл ұйымдастырылып отырады. Жалпы мақсаты қандай сонда? Мақсаты жалпы біздің оқырмандар, кітапхана оқырмандары, ақын жазушылар, клуб мүшелері, кітап дүкендері бұл күнді арнайы күтеді десем де болады. Өйткені кітапханаға өздерінің үлесін қосып, кітапхана қорын толықтырып, өздерінің кітаптарын сыйға тартады. Ерекше күн болып саналады деніңізші. Жалпы айтқанда сіздер үшін де, қоғам үшін де, оның ішінде кітап құмар жандар үшін, кітапты көп оқитын жандар үшін. Ал жақсы, жалпы облыс бойынша сіздерде қанша жалпы кітапхана бар? Кітап қоры қанша деген сұрақ, кітап қоры қалай толтырылады деген сұрақтар білгім келеді осының жауабын. Жалпы қалай толтырылады? Облыс бойынша бізде 233 кітапхана бар. Оның ішінде 183 ауылдық жеріне орналасқан. Жалпы мемлекеттік 233 кітапхана халыққа қызмет етеді. Қазіргі таңда айтатын болсақ, кітап қоры облыс бойынша 3.500.000-нан астам кітап қорымыз бар. Өте бай кітап қоры. Сонымен қатар жылма-жыл кітапхана қоры мемлекеттік тапсырыспен және де жергілікті облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға сатып алынады. Сонымен қатар осындай акциялар немесе кітапханаға кітап сыйлау арқылы кітап қоры осылай толықтырылып отырады. Атап өтетін болсақ, 2024 жылы кітапхана қоры 64.000-нан астам жаңа кітапқа толықты. Бәрекелді, өткен жылы, Өткен жылы деп айтатын болсақ. Ал жалпы мына оқырмандарының ішінде бар ма? Үйлерінде кітаптармен кітапхананы толықтырып жатады. Болады ғой бір сондай жандар, бір кітапты оқыған кітабын басқа жерге тастауға қимайды, бірақ кітапханаға тапсырады. Сондай жандар бар ма? Ондай жандар өте көп. Кітапхананың мекен-жайын нақты білетін біздің тұрақты оқырмандарымыз кітаптарын сыйға тартып кетеді. Бұл акция тек бір күндік емес, сонымен қатар жыл бойына осылай жалғаса береді. Сонымен қатар атап өтетін болсақ, Абдуллаев ағайымыз біздің осы Жұбанов мемлекеттік мекемесінде жұмыс атқарады. Бұл кісі былтыр 3.000-нан астам өзінің кітабын сыйға тартқан болатын. Осындай біздің керемет оқырмандарымыз бар. Өздерінің кітаптарын қоғамға пайдасын тегізетін мақсатында өздерге кітаптың сыйлап кетеді. Кітап оқитын жандар бар, кітап оқымайтын жандар бар, Жалпы енді 2-ке бөлуге бола ма, 3-ке бөлуге бола ма? Ал жалпы енді сіз қалай ойлайсыз? Жастардың кітап оқуына деген қызығушылығы қазір қандай? Оны арттыру үшін қандай жұмыстар жасалып жатыр деген сұрақ сізге? Өте орынды сұрақ. Біздің жастарымыз қазіргі таңда кітап оқымайды деген сөзге мен келіспеймін. Кітапхана ол үшін әртүрлі шаралар өткізеді. Сонымен қатар жексенбі, сенбі күндерде кітапхана жұмыс жасайды, демалмайды. Сенбі, жексенбі күндері кітапханада арнайы шаралар өткізіледі. Сонымен қатар жастарға ыңғайлы
ыңғайлы жабдықталған жаңа ғимаратта орналасқан кітапханалар да бар. Сонымен қатар кітапханада әртүрлі шаралар болып өтеді. Республикалық байқаулар болады. Сонымен қатар буккроссинг өткізіледі, кітап көрмелері, ақын жазушылармен кездесу кештері, сонымен қатар поэзия пати, әртүрлі салаға байланысты, әртүрлі күндерге, атаулы күндерге байланысты шаралар бізде үнемі өткізіліп тұрады. Сонымен қатар біздерде Үркер шығармашылық клубы бар. Жастарымыз жалпы клубқа да, шараға да белсенді қатысады. Бәрекелді. Енді жастар демей-ақ қояйын, жалпы кітап оқитын қауым деп айтайын, кітап оқитын аудитория қазір қандай кітаптарды көбінесе оқиды? Әлде қалай ойлайсыз сізге? Қандай жанрда оқиды деп қойсам дұрыс бола ма? Көбінесе қай жанрға көңіл бөледі деген ғой, сүйіспеншілік танытады. Көбінесе қазіргі таңда жастарымыз мотивациялық кітаптар, психологиялық кітаптарды көп оқиды. Сонымен қатар орта буын кітап оқитын оқырмандарымыз бар. Арнайлап келіп, уақыттарын бөліп, рухани азық алып, кітапханаға арнайы тұрақты кітап оқырмандарымыз өте көп. Бір танысым бар, айтқан тіпті 7 сайын кітап алам дейді. Мен айтам, бір кітапты алғанда десе, қалай бір жетте оқып тастайсың десем, сондай кітапқа берілген жан 7 сайын мен кітап алуды әдетке айналдырдым дейді. Соған қарағанда бұл да кітап жақсы көретін болып тұр ғой. Кітап сүйер, жалпы кітап оқитын, бәрекелді. Жалпы енді сіздің ойыңызша кітап сыйлаудың маңызы қандай? Оның оқырмандарға тигізер пайдасы қандай деп сіз ойлайсыз? Жалпы қазіргі таңда кітап сыйлау бұл үлкен рухани құндылықтың бірі деп айтар едім. Кітапты ол азбайтын, тозбайтын, болашаққа біздің білімге деген бағыт беретін, кітап еш уақытта азбайтын құнды дүние деп айтар едім. Кітап сыйлау қазіргі таңда ең үлкен сыйлықтың бірі деп айтар едім. Қоғамға пайдасын тигізе отырып, сонымен қатар кітапханаға, кітап қорын толықтыруға өз үлесін қоса отырып, қазіргі таңда кітап сыйлау бір үлкен мотивация деп атар едім. Бәрекелді, қосамын сізге. Ал жалпы енді бір сұрақ туындап отыр, жалпы бір танысым бір сұраған сияқты. Негізі бұлай дүкендерден сатып алады екен, арнайы барып, жеке дүкендерден. Бірақ кітапханаға барып көрмедім дейді. Ал кітапханаға барып кітап алған жағдайда оны қалай тіркелуге болады, одан кейін кітап алып тұруға бола ма деген бір сұрақтарды маған аманат етіп жіберді. Осыны біліп келсең деп, өйткені мен кітапханадан маман келеді дедім ғой. Осыған жауап берсеңіз. Өте орынды сұрақ. Қазіргі таңда кітапханалық бағдарлама бар. Веб-прайбис арқылы біз келген оқырманды кітапханаға тіркейміз. Одан кейін абонемент бөлімінде құнды кітаптар жинақталған. Сол жерде 15 күнге 6 кітапқа дейін кітап алып оқуға болады. 15 күнге дейін 6 кітап. Егер де ол кітапты оқып үлгермей жатырса, бізде Telegram арнасы бар, арнайы. Сол жерге бізге жазба жазып жібереді. Номер осындай оқырман, 15 күнге тағы да созам деп. Ондайда біз жағдай жасалған. Болмаса кітапхана сайтында, Байыш.kz сайтында кітабымды ұзартамын. Кітап мерзімін ұзарту бағдар бөлімі бар. Сол жерге өзінің кітабында создыртып алуға мүмкіндік жағдай жасалған оқырмандарымызға. Бөлім деп отырса сөзіңіз аузыңызда, жалпы кітапхананың құрамында, кітапхананың ішінде небір мамандар қызмет етеді, бірақ ол мамандардың атқаратын әрбіреуінің яғни қызметі бар, қанша маман сонда қызмет етеді? Жалпы айтқанда, мен бірден жауап айт демей? Жалпы айтқанда, Бәйішев атындағы кітапханада 54 маман жұмыс жасайды. Оның ішінде әр маманның қазіргі жағдайға байланысты бөлім, 16 бөлім қызмет атқарады. Сол бөлімде бізде арнайы мерзімді басылымдар бөлімшесі, оқу залдары, коворкинг бөлімдері қызмет атқарады. Бәрекелді. Онда керемет тұшымды сұхбат болды. Ендеше сіздің уақытыңызды көп бөгемей, бірақ дегенмен көп жаңағы сізден жауап алдық. Алдағы келе жатқан 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күніне біздің кітапхананың оқырмандарынан тыс қазір бізді көріп отырған көрермендерімізде ат салыса алады ма деген сұрақпен бағдарламамызды аяқтаймыз. Әрине, ертең сағат 11-ден бастап Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана
ауруханасында қала тұрғындары мен қала қонақтарын осы акцияға атсалысуға шақырар едім. Күні бойына жалғасады, және де бұл жерде ақын жазушылармен кездесу, кітап дүкендерде, қоғам қайраткері, жалпы Ақтөбе облысындағы кітап дүкендері де атсалысады. Осыған мен барлық оқырманды шақырар едім. Үлес қосуға шақырамын дейсіз ғой. Мекен жайын айтып кетсеңіз, өткен білмейтін жандар бар шығар. 11-ші шағын аудан, 112 секция Е. Ендеше сәттілік сіздерге, осындай тамаша жұмысыңызға, қызықты жұмысыңызға табысты күндер көп болсын дейміз. Біздің студиямызға келіп тұрыңыз, әдемі осындай сұхбат беріп тұрыңыз. Қымбатты Ақтоты Қорғанбайқызы, көп-көп рахмет айтам. Табыс тілеймін сіздерге. Рахмет.